Алдымен берілген QR-кодты телефон камерасы арқылы сканерлейсіз. QR-кодты сканерлегеннен кейін сіз автоматты түрде App Store немесе Play Market бетіне өтесіз. Сол жерден визуал таймер қосымшасын жүктеп ашасыз. Қосымшаны ашқаннан кейін экранда уақытты орнатуға арналған дөңгелек таймер көрінеді. Сонымен қатар қосымшада балаларға қызықты болуы үшін ит, мысық сияқты түрлі суреттер мен кейіпкерлер де көрсетіледі. Мұғалім немесе ата-ана қажетті уақытты таңдап, содан кейін старт батырмасын басады. Таймер іске қосылғаннан кейін экрандағы түсті дөңгелек біртіндеп азая бастайды. Бұл баланың уақыттың қалай өтіп жатқанын визуалды түрде түсінуіне көмектеседі. Уақыт аяқталған кезде қосымша дыбыстық белгі береді, сол арқылы бала тапсырманың аяқталғанын біледі. Осылайша бала уақытты дұрыс жоспарлауды және берілген тапсырманы уақытында орындауды үйренеді. Бұл құрал әсіресе аутизм спектрі бар, СДВГ және уақытты түсінуде қиындықтары бар балалар үшін өте тиімді.